Таңертең сухур, таңғы асты ішіңіздер дейді пайғамбар алейхиссалам. Өйткені фис сухур барака. Сол Рамазан айының сәресіне тұру, ол сәресіде берекет бар дейді Алла субханала тағала. Бауырлар, бұл берекеттен құр қалмайық. Кейде шыны керек сұрап жатады. Таңертең сәресіге тұруға тұра алмай қалуы мүмкін. Кешке аузымды бекітіп жатсам бола ма дейтіндер бар. Иә, болады. Бірақ берекеттен құр қаласыз. Ауыз бекітсеңіз болады. Түнгі сағат 12-ден ба аузын бекітіп алып ұйықтадыңыз жатып, таңертең таң намазға бірақ ояндыңыз. Сәресіге тұрмадыңыз. Рамазан оразаңыз қабыл ма? Иә, қабыл иншалла. Бірақ неден құр қалдыңыз? Берекеттен құр қалдыңыз. Бауырлар, онда берекет жіберіп алмайық. Оның сондағысы өз бірақ ай уақыт арасы өте лезде өтіп кетеді. Фаслу ма байна сиямина ва сияма ахли китаб аклату сахр. Пайғамбар алейхиссалам айтады, бізбен және мынау кітап иелері. Кітап иелері кімдер олар? Христиандар мен еврейлер. Сол кітап иелерімен біздің айырмашылығымыз, біз таңғы сәресіге тұрғанымыз дейді пайғамбар алейхиссалам.